Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін біздің видеомызда бір жылдың қорытынды видеосы. Яғни менде бір жылда қандай зат табылды, соның бәрін осында түсіретін болам. Және әр жылдың аяғында осылай сіздерге көрсететін боламын. Және бүгін біз мынау түймелерден бастайық. Алюминнен жасалған түймелер осындай. Және төс белгілер. Және енді күміске өтейік. Күмістен бізде күміс сақиналар және жүзіктер. Және күміс сырғалар. Міне алдарыңызда көріп тұрған екі сырға, екеуінде алтын жалатылған. Осындай. Және күміс алқалар. Бұлардың ішінен қызығы мына күміс алқа. Бұның пробасы 84. Және күміс білезіктер. Осындай білезік. Және осындай білезік. Және алқа тәрізді күміс білезіктер. Осындай. Және осындай төс белгі, медаль. Көп балалы аналарға берілген. Жағдайы өте нашар. Осындай. Және бізде арзан металдан жасалған мынаншама сақиналар шықты. Және бізде жазық даладан табылған заттар. Онда бізде жезден жасалған, яғни латуннан жасалған білезік. Осындай тазалау барысында сынған болатын. Және осындай бір зат. Және міне алар осындай білезіктер. Бізде алюминнен жасалған, никельден жасалған. Және мыстан жасалған. Және бізде осындай ою өрнектері бар. Әшекей бұйымдар табылған болатын. Бұлар бізде мыстан жасалған, жезден жасалған. Осындай. Қоладан жасалған. Және міне күміс пен мысты қосып, төменгі пробада жасалған күміс бұйымдар осындай. Бұларда білезіктің сынықтары болу керек, мен ойымша. Міне осындай әшекей бұйымдар күмістен жасалған. Және мельхиордан жасалған әшекей бұйымдар міне. Және міне бізде оймақтар. Оймақтың төртеуін тауыппын мен бұл жылда. Және бізде міне самаурынның ручкасының сынығы. Және бізде міне 4 түрлі жебенің ұшы. Мынау бізде мыстан жасалған болу керек. Және міне тағы бір түрі. Және мынандай түрі.
және ең әдемі сақталған мына осындай түрі табылған болатын. Және бізде міне осындай кілт. Және мынау затты не екенін білмедім. Және қандай металл екенін де біле алмадым. Сол себептен білетін адамдар болса, комментарийға жазыңыздар. Және міне осындай сақиналар. Және міне мынандай үшкір бір зат. Бұны да кім біледі, не екенін комментарийға жазыңыздар. Міне нағыз шеті үшкір. Және бізде міне ең қызығы Осман империясының тиынына ұқсатып шығарылған осындай жетон. Яғни бұны алқа ретінде тағып жүрген осындай тиын тәрізді алқа. Тұмар. Міне таразыға салып көреміз. Бұл таразын 200 граммға дейін ақ көтереді. Сол себептен бөліп салатын боламыз күмістерді. 38,5 грамм өшірдік. Және сыйғанша салып көреміз. 31 грамм. 50 грамм. 114 грамм. 130, 153, 176, 188, 193, 196, 200. Міне 200 грамм. Бұл 200 граммды қоя тұрамыз. 200 грамм. Қалғанын салып көреміз. Міне 243 грамм болды. Бізде бұл күмістер тастарымен қоса 243 болды. Сонда тастарын 43 грамм алып тастасақ, немесе 20 граммын алып тастасақ, 223 грамм күміс бір жылда. Және мынау күмістерді қосқан жоқпын мен. Тек жағажайдан табылған күміс сақиналар мен сырғаларды өлшедім. Міне осындай бүгінгі табыстар. Және менде мұнда тиындарым болып кетті. Бұған бөлек видео шығаратын болам. Альбомында тиындарға. Және міне мынаншама тазаланбаған тиындар бар. Бұларды келесі видеоларда көре аласыздар. Осымен видеоның соңы. Егер ұнаса лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Және өздеріңіздің пікірлеріңізді жазыңыздар. Және сау болыңыздар.